ең бастысы осыны ұсынып жатырмын. Ең мен өзім жақсы көретін вернысын, және бәріне айта аламын, сен мақтана аламын, қандай не керек екенін. Oriflame Швецияның ең мықты нөмір 1 мире дейді. Орыс әлемде ең мықты компания, 50 жыл тарихы бар. Бәрі керегін шығарған, уход за лица дейді, крем, яғни крем әйел кісілер бәрі қолданады. Өзімізде кремді қолданып жатырмыз. Шампунь, сабынды қолданбайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Қолданып жатырмыз. Косметика, помада енді бұл қарындастарымыз дегенде келіншегіміз үлкендер қолданады. Солар обязательно керек, әйел кісілерге, үлкен ер кісілерге де аромат болады. Үй келген адам қолдана алады. Краска для волос дейді, бұл шаш бояу деген әйел кісілердің ең біріншінде шығар деп ойлаймын. Нақты сапын есі мықты, керемет краска. Және де соңғысы wellness дейді. Жаңа айтып өттім, wellness мен ең сүйікті немді. Wellness'ın ішінде көп айта берсек, ұлдарымыз, қыздарымызға, үлкен апа-аталарымыз дегендей. Oriflame мен армандар орындалады дейді. Oriflame мен армандар орындалғанда бұл әркім адамның өзіне байланысты. Егер де осы компания келіп, тіркеліп, жақсылап жұмыс істеп, спонсорын айтқан екетпей тыңдайтын болса ғана арман орындала алады. Онда олай істей алмаса, өздері білетін арман керек болса, егер арманды жете алса, жағдайын жасай алатын болса, түсініп, қалай істеу керегін білу керек. Мен солай ойлаймын өзім. Мысалы, мынау 3 көрсетіп қойған суреттегідей бәрі армандай алады. Армандайды, біреулер бұған жете алмайды. Себебі өзінің ой қабілеті бұларға дұрыс не алмайды. Біздің арманымыз болғанмен оған жете алмаймыз деп. Өйткені оның ойы 20 ғасырдікі, бұндай тек қана байлардың қолында бізге болмайды дейді. Негізінде кешегіде мен естігенім болса, 20 ғасырда байлар бай жүрді, кедей болып жүрді. 21 ғасырда енді наоборот болып жатыр. Кедейлер байы, байлар кедей болып жатыр. Себебі бізде интернет дамыған 21 ғасыр. Соған байланысты бізде жастарымыз өте мықты, білімді. Осы мысалы оқып неғып жатырмыз ғой. Осы интернет арқылы бәрін жетуге болады. Армандарды орындай алады. Машинасын алады, үйін алады, шетелге қыдыра алады. Мысалы мен өзім Майя Бегалиеваның ханым ұқсап неге жеткім келеді, шетелге барғым келеді, қыдырғым келеді, және де өзімнің бүткіл таныстарыма жұмыс ұсынып, өстіп жоғарыдан көтеріп, консультант қылып келгім келеді. Мен мақсатым қаласа. Бізде мысалы кей кезде жұмысқа келген кезде не істеу керек? Мен баста бұны түсінбедім. Баста онша сенбедім ба, не алмадым ба, түсінбедім. Қалай 3% консультант боламыз, қалай 6-ға көтерілеміз, қалай 9-ға көтерілеміз, о жағын еш не аламадым. Бұның білмеген себебі менде білім болмады баста. Содан да мен бұған жете алмадым, түсінбедім. Кейін өзім біліп, қарап, оқып дегенде жақ көріп, осы мен Алматы BMW мені көзімді ашты, оятты, қандай армандар орындалады, қандай мақсатың болса істей аласың. Басты менде бұндай ой неған жоқ. Мысалы мен келген кезде консультанттарыма түсіндіремін. Егер сіз 100 балл жинасаңыз, 3% консультант боласыз. Сізге 3.000-4.000 айлық шығады. Және 20 скидка болады, 20%. Сосын бірінші каталог жабылады, сізге 3.000-4.000 айлық шығады. Келесі каталогта сіз 2 адам тіркеуге керексіз. Егер бизнесімізді алға өсірем десеңіз. Себебі бұл сетевой маркетинг, қалай көтерілу керек, қалай істеу керек екені бәрі жазылған. Мен 6% болу үшін не істеуім керек? Мен астымнан 2 адам тартамын. Мысалы, Айгүл керек деген, ол екеуі 150 жинайды. 150-ден 300 балл жинай групповой дейді. Өзім 150 жинаймын. Сонда менің
общий балым 450 болып, 6% констант болам. Сонда маған доход 4.000, даже 5.000 мен 7.000-ға дейін шыға алады. Енді мен қалай 9-ға шығамын? Мен екі адам шақырдым, ол екі адамға түсіндіремін, ол екі адам тағы да өзіне екі адам шақырады. Ол екі адам 150-ден жинайды. Енді Айгүлді 150-ден жинайды, Серікті тағы да екі адам шақырып 150-ден жинатады. Сонда мен 900 балмен 9%-ды менеджер боламын. Сонда маған доход да әзір өсіп жатыр, әртүрлі болады. Балым көп болатын болса, 10.000-нан 17.000-ға дейін доход шыға алады. Сонда командаға шақырған кезде дұрыстап түсіндіру керек, маркетинг түсіндіру керек, лесін созбайхан айту керек, қалай көтеріле аламыз, қалай не істеу керек, продукттың бәрін айту керек, компанияда осындай продукт бар екен. Және мені өтіп кетті, мысалы заказ қалай жинауға болады, оны өткізіп жіберейін, кешіріңіздер. Енді менің басты мақсатым квадрант дейді ғой, орысша айтқан кезде. Работа, мала бизнес, большой бизнес, инвестор деген. Мен бұны кейіндері үйренгенмін. Мысалы бізде көп адамдар мемлекеттің жұмысына қызығады. Стабильный айлық, қорықпаймын, айлығым бар, ақшам бар дегенде. Негізінде көбісі ол 20-шы ғасырдың темасы, тек бір үкімет, қазір үкіметті адамға не алмайтын болды. Жұмыс істейсің, бір айлық, жыл 12 ай сол айлықты төлейді. 10 сағат, 8 сағат жұмыс істейсің аптасына 5 рет, 2 күн демаласың. Тек бір айлығың болады. Арман бөрді орындалмайды, өмірің жұмыс болады. Молодец дейді, ақша аз болады. Мало свободное время дейді, уақытың болмайды, тек 5 күн жұмыс істейсің, уақытың бар. Есть, когда работает дейді, жұмыс істесеңіз ақша болады, жұмыс істемесеңіз ақша болмайды дейді. Және де екінші мақсатымыз мала бизнес дейді. Бұл мала бизнес мен басынан өтті, баста мен де істедім, өзім жеке кәсіпкер болдым, программист болып істедім. Жұмыс істесең ақша табасың, істемесең ақша жоқ. Бірде бар, бірде болмайды. Ол үшін таң атқанмен кешке жұмыс істеу керексің. Тек жұмыс болады, уақытты біле алмайсың, бала шағаң қалады, азында кетесің, түнде бір қайтасың. Денег больше, чем наемный работник болады, азында кетесіз, тынбай жұмыс істеу керек, егер ақша болатын болса. Ақша бар, сізде жұмыс істей аласыз, егер мала бизнес ақша. Біз бизнес істеу үшін ақша дейді. Ақша керек, егер таныс болса дейді. Мало свободное время дейді, еш уақытта сізде бұл уақыт болмайды. Уақыт деген бөлінеді, жұмыс істеу керексіз ақша табу үшін. Аренда төлеу керек, жеке кәсіпкер деген. Уақыт светі бар, газ бар дегендей, оның несі көп болады. Проблемасы. Сам себе работает деген, өзің қожа бола аласың. Бірақ та бір жерде уақытты көп жоғалтасыз. Себебі болады дегендей әрқайсысы не алады. Армандар орындалмайды, ақша көп ала алмайсыз, жұмысқа барасыз, келесіз. Біз ойым көп сізде ойланасыз. Ертең мен конкуренция шыққанмас екен, мен айлығым көтере алмасам алам ба, түсіріп кетем ба, болам ба деп ойым деген қатты болады сізде. Мала бизнес деген осында. Енді бізде ең мықты большой бизнес, владелец сети дейді ғой. Өзіңіз лидер боласыз, жақсылап түсінетін болсаңыз, егер 21-ші ғасырдың несін алатын болсаңыз. Другие специалисты работают для вас дейді, сіздің командаңыз болады. Сол командамен бірге көтеріле аласыз, білім аласыз, сонымен бір өсе аласыз. Бізде мысалы осы Oriflame компаниясында басқаларына қарағанда керемет, бір-бірімізді көмектесіп, бір-бірімізді сүйре аламыз. Ал басқа жерлерде бастық болып қалады, жұмысшы болып қалады. Бізде наоборот. Бізде егер жақсы болып өсетін болсаң, өзіңнің жоғарғы спонсорлардан өтіп кете аласың. Звание жағынан да, айлығынан да.
Специалисты работают у вас деген айтып өттім. Свобода выбор дейді. Әрдайым уақытыңыз бар, қалаған жерге барасыз, бала шағаңмен қыдыра аласыз. Уақытсыздыққа өзіңіз қалаған уақыт істейсіз. Жұмыс сізде болады, уақыт көп болады. Большой доход дейді. О, доход бізде ең басы адамдарға доход ең главный номер один дейді ғой. Бізде ақша немізде семьямызға болсын, бала шағамыз, болашағымыз болсын ақша керек. Денсаулық үшін ақша керек. Ақша адамды не қылмайды. Без риски дейді. Риски болмайды. Мен өзім ойлаймын, большой бизнес өте керемет. Істейтін адамдарға ғана, егер істей алмаса. Енді инвестор дейді. Инвестор деген деньги работают. Мысалы, болған екен, ақшаңыз болған екен, сіз мысалы машина аласыз ба, или үлкен магазин, или заправка алып, оны жұмыс не аласыз, көбейтесіз, сізге ақша, сізге жұмыс істейтін болады. Мысалы, бизнес дегенде енді ақша не алатын болсақ, үй алып қойып арендаға берсеңіз де, мысалы тұрақ ашып стейн қылсаңыз да, көп жағынан бар бизнес енді бізде. Соларда істейтін болсаңыз, сізге ақша өзіңізге келе береді. Ол инвестор болу үшін бірінші өте бас керек, большой бизнес істеу керек, қалай не алу керек. Бізде айтады өкіметте 80% адам жұмыс істегенмен 20% доход алады дейді. Ол дұрыс, мен сенемін. Өйткені мұғалімдер болса, мысалы 50 мың болса, сол жыл ойнекі 50 мың алады. Пенсиясына дейін сол айлық шығады. Еш уақытта көтерілмейді, не түспейді. Қанша білімің болса да, сізде бір ставка болады. Сіз мысалы асыңызда адамдар, оқушыларды грантқа шығарсаңыз да, үлкен звание грант берсеңіз де, сол айлығыңыз сол айлық болып қала береді. Бізде, егер де сіз жақсылап директор шығаратын болсаңыз, компания сізді жоғары көтере алады, кез келген жерге қыдырта алады. Қанша директор шығарсаңыз, сонша звание бар, премия береді, айлығыңызды көтереді. Қандай керемет. Мысалы, мен компанияда өте қуанатын нем бар. Бірінші, мысалы, айтып өттім, wellness-тен деп, адамның денсаулығына өте керемет несі бар. Қанша адам нәтиже шығып жатыр, қанша адам көмегі тиіп жатыр, аурудан көбісі айырылып жатыр дегендей. Бізде қазір көбісі 20 ғасырда өмір сүріп жатыр. Біз витамин сусын жасасақ, ой деп кетеді. Бәрі аптекасын алады. Бізде, мысалы, витаминді постоянно ішу керекпіз, әрдайым. Негізінде көбісі ойлайды, ой, бір-екі рет ішсем болды, мен жазылып кетемін дейді. Біздің витамин, wellness өнімдері еш уақытта ойламау керек. Оны тек постоянно ішу керек. Ол біздің дәріміз емес, ол біздің организміміздің тамағы, ағзамызға керекті заттар. Бұны әрдайым ішіп жүрсек, балдарымызға берсек, еш жеріміз ауырмайды. Бізде, мысалы, қала мен ауылды ажырататын болсақ, көбісі денсаулығына қарамайды. Не дейді, айтады ғой, қазақта мақал бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей. Осы бізде ауырмайтын жолымыз, осы біздің wellness-іміз. Wellness әрдайым қолданса, денсаулығымыз жақсы болады. Ертең қартайғанда немере шөберелерінде бас қалмаймыз. Көбісі әзір байқаймын, немере шөберелер үлкен кісілерді ауырса жақтырмайды, ауырған ешкімге керек емес. Мен өзім осы компанияға келгеніме уже көп болған жоқ. Мен wellness-ті өте жақсы көремін, сонымен ғана айналып жатырмын негізінде. Өйткені керемет нәтижелер шығып жатыр. Мен өзімде де болады скоро, Құда қаласа. Осы wellness-тен мен wellness-ті мақтан аламын. Мысалы, компания бізде өте мүмкіндіктер беріп жатыр. Просто бізде көбісі түсіне алмайды. Бізде ойбай білімсіз не алмайды, білім керекті ойламайды. Университетте ғана оқиды, оған еш уақытта білімді мағымайды. Бізде басты білім. Менің арманым бар, Құда қаласа арманды сіздерге көрсетіп жіберейін. Алда қойған машина дедім ғой, машинадан кейін тағы біреу бар. Сол арманды көріп жүріңіздер.
көйлегім дұрыс болмай қалыпты, кешіріңіздер, кішкене қысылып қалды. Негізінде арман тақырыбым осында болған еді. Енді мен тағы да айта кетсем, бізде кішкене консультанттар болу керек. Сол консультанттарға айтарым, еш уақытта алға қойған мақсаттарыңыздан қайтпаңыздар. Адамды дұрыстап шақыру біле беріңіздер. Еш уақытта сетинг маркетингті дұрыстап түсіндіру керек, лесін сөз бағаны дұрыстап жаттап алу керекпіз. Бізде мақсатымыз осы, ең басты 3 шартты орындау керекпіз, сонда ғана біз мақсатқа жете аламыз. Еш уақытта адам шақырған кезде біреулер ойлайды, біз шақырамыз, біреулер отказ берсе сразу еңсеміз түсіп кетеді. Еш уақытта ондайға не алмау керек. Істейтін адам өзі келеді, істемейтін адам басты істемеген дұрыс, өйткені сізді лишний не алады. Бастысы мен ойлаймын, енді лидерлер отыр, лидерге айтатыным бар. Мен негізі ойлап қарап жатырмын, біз өкіметте жұмыс істеген кезде бізде бастық шарт қояды, таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс, еш уақытта сұрану жоқ, жұмыс па жұмыс, істесең істе, істемесең қой дегендей. Сол себепті бізде нелеріміз, спонсорларымыз қойған шартты орындауға тырысу керек, шартты қойса орындауымыз керек. Сонда ғана біз алға мақсат, өйткені біз лидерлер босқа ұрыспайды, ұрысқанына қуану керек, бізді жоғары көтеру үшін қолынан келген тырысып жатыр. Сондықтан мен өзім ойлаймын, лидерлер айтқан екетпеу керек, кір деді ма кіру керек, өт деді ма өту керек. Сонда ғана біз жете аламыз. Егер білімсіз, егер айтқанын істемейтін болсақ, әнімді тиіп қашатын болса, бізге үшін уақытты босқа жоғалтамыз. Сонымен лидерлеріме өте алғысым шексіз, өйткені осындай білім беріп жатыр маған, осындай мен жоғарыға сүйреп жатыр, осындай армандарыма жай-жай жеткізіп жатыр. Құда қаласа, одан үлкен армандарға жете аламын. Мен осы бүгіндікке алғашқы вебинарымнан енді кішкене аз болып қалды. Келесі жолы бұдан көп сұрақ болып жатса, жауап берейін қолымнан келгенше. Аздап қобалжып жүріп тұрмын. Сізге де рахмет Алтыншы әпке. Сіздердің жолдарыңыз бере берсін бізге. Берік мырза, алғысым шексіз сізге. Сіздерге де үлкен рахмет, уақытыңыз бөліп кіргенге. Сіздердің армандарыңыз орындала берсін. Рахмет сіздерге үлкен.